Аялым, біздің отбасымызда неше адам бар? 5. Айта кім? Әкемнің аты Айтын. Мамамның аты Динара. Әпкемнің аты Амина. Ағатайымның аты Анвал. Және біздің кенжеміз Аяулым. Аяулым 74-ші бала бақшаға Ақбота тобына барады. Аяулым бала бақшасын өте жақсы көреді, Аяулым. Біздің отбасымыз үлкен, және ағайын туысқандарымыз көп. Біздің отбасымыз қонақ күтуді жақсы көреміз. Аяулым, біз қонақ күткенде ең бірінші не пісіреміз? Бауырсақ, дұрыс айтасың. Бауырсақ біздің ұлттық тағамымыз. Бауырсақсыз ешқандай да дастархан жайылмайды. Дастарханның сәні де, гүлі де, ең дәмдісі де ол бауырсақ. Аяулым, қазір сенің әжең келеді. Сен онымен бауырсақ пісіресің ба? Ja. Бауырсақ пісірейік пе? Иә, кәне апаға сен болсасын де, да ұн салайық, кәне салады. Бізде қазақта ас атасы нан деген сөз бар, яғни дәмнің үлкені нан. Басқа нандарға қарағанда бауырсақ дастарханымыздың сәні дәмді әрі тойымды. Біздің ұлттық тағамымыз. Бауырсақ дастарханымыздан үзілмесін. Yapağan sayın, dastırkan dayın, koyadın koladın, tasadınayın. Koyadın koladın, tasadınayın. Koyadın koladın, tasadınayın. La 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 la, eşim uçaya, la 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 la. Ой, молодец,